Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз жаңару сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы ұлттық қозғалыс республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасының орынбасары, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша филиалының директоры Дәулеткерей Рахметуллин ағамызбен сұхбаттасуға келіп отырық. Қош көрдік аға. Рахмет. Алғашқы сұрағымыз осы жаңа тілге тиек еткен ұйымның жалпы мақсатына ойыссақ, ұйым қандай мақсатта құрылып еді? Республика қоғамдық бірлестік 1913 жыл декабрьде құрылды. Инициатива ең бірінші Оралбай Әбдікәрімовтен басталды. Ол кезде негізі біздің мемлекетіміз сыбайлас жемқорлыққа 98 жылдан егемендік алғаннан бастап осындай мақсат қойды. Болдырмау. Сыбайлас жемқорлықты болдырмау. Сыбайлас жемқорлықтың негізі қылмыстық кодексте, қазіргі қылмыстық кодексте 11 статья бар. Жұмысын пайдаланып, әртүрлі қылмыстық әрекет жасайтын мемлекеттік қызметкерлер. Бұл ертеде Советтер Союзы кезінде, оның алдында тарихи өзінің несі бар, жолы. Бұл орысша айтқанда должностное преступление. Мемлекеттік қызметті отырып, сыбайлас жемқорлық жасап, соған қазынаны, я болмаса біздің өзіміздің мемлекеттік тұрғымызды, соны беделін түсіру сияқты. Осы мәселенің дұрысында осы идея жаңа Оралбай Әбдікәрімовті сосын жерде мына біздің бірінші президентіміздің идеясы болды. Қоғамдық бірлестік керек. Ал осыған жанып сондай бір дұрыс жұмыс істейтін қызмет азаматтарға бірге болайық. Бұл орыс болсын, басқа ұлттың азаматы, мы толерантный деп айтамыз өзіміз. Соған бірлесіп бірге жұмыс істейік. Бұл жерде енді біз мақсатымызда қолын бұрап біреуді ұстап алу емес. Қылмыстық әрекет болсын, басқа бап болсын, оның өзінің гипотезасы болады. Гипотеза біздің халықтың түсінігінде негізгі түсінікте гипотеза казус сияқты бірдеңе. Яғни обычай сияқты. Мынандай жағдайменен жүріп, мынаны болдырмау. Осы төңірегінде келіп гипотезадан кейін диспозиция деген болады. Статья бар ғой, например, 361 статья дедік. Жаңа қылмыстық әрекет осындай болды. Осыны болдырмау үшін жаңа гипотеза появилась, обычай. Біздің қазақ мінезінде деген онда жоқ. Должысын, я болмаса ақсақалдығын, я болмаса байлығын пайдаланып, сонымен өмірді доход алу бір жағынан. Соны пайдаланып. Ондай мінез біздің қазақ мінезінде болған жоқ. Енді шайтан емес біздерде кетерміз, бірақ та бір ұрпаққа, ұрпағымыздың ой парасатында осындай бір жоңғарлы жақсы бір із қалдыру. Болмасыншы бірдеңеден біреуден пайда көрем деген. Я болмаса халыққа қызмет істеп жүріп, содан пайда көрем. Бірдеңесін ұрлап кетем, жырлап кетем. Я болмаса бір документті ортасына салып жүрем, сонымен жақсылық көрем. Я болмаса маған берілген тапсырманы шалапылау орындай салып, содан пайда көрем. Осы мәселенің төңірегінде парасаттылық. Жаңа айтылып жатыр, парасаттылық жол, әділ жол, я болмаса жанұяға көңіл бөлуіне. Соңғы кездерде осы сол біздің қазір 7-8 жылға кетіп жатырмыз. Үлкен идеялар көбейді. Бұл жерде тек қана біздің неміз емес. Біз сол ой парасатты адам баласына қазір мемлекет қызмет етіп отырған кісілерге жеткізе білдік-ау деп ойлаймыз. Содан бір жүрегіміз бір жылылық табады. Осындай жағдайда алдымызда әлі де көп.
Біздер Оралбай Абдыкаримов бастырған жаңа қоғамдық бірлестігіміз Қазақстан бойынша әр облыста, әр үлкен қалада, әр ауданда осындай бір таңдап алған азаматтарымыз бар. Енді ол кісілер принципі халыққа жұмыс істеудік емес, соны қалай істеу керек екенін үйрете білетіндей. Ой парасатыменен, көзқарасыменен бір адам жақындай білетіндей. Меніменен бірге осы қалада жұмыс істегісі келеді. Қалада инвалидтер бар, соғыс ардагерлер бар, жалғызбасты аналар бар, көпбасты аналар бар. Чернобыль, 19 позицияменен үлгетіне очередьте тұрған. Баспана қойды бірінші. Соған қазір 45 мың халық тұрады. Жылына 1000 кісі үй алды дейді. Сонда 45 жыл тұру керек. Бұл шешім ба? Осындай мәселені көтеріп отыр. Соны әкім сразу ойланып айтты. Мынауыңыз керемет жұмыс екен. Осы көлгенде. Айтты, біз мынау мәселені дұрыстап көтеруіміз керек. Осы мәселені мынау 10 жылдың төрегінде бәрін шешуіміз керек. Мен оған айтам, 10 жыл деген де көп. Негізі үкімет права беріп отыр. Значит, қазір не көп? Қаржы көп. Не көп? Қазір үйдегі жетеді. Сатып алу керек, беру керек. Ол біздің кодекс жилищных отношений деген бар. Бесплатный жерлер жоқ, бәрібір ол ақшасын қайрайды. Значит, қазір үй керек. Қазір жұмыс керек. Қазір зарплата керек. Қазір бизнес қоғамдығын дамыту керек. Осы мәселенің төңірегінде шегеленіп керемет жасалған біздерде нормативный правовой акттар бар. Указ бар, постановление бар. Соның бүгін шегесін егжей-тегжей жазылған, соны орындау үшін атсалысатын, соны шешетін дұрыс мемлекеттік қызмет керек. Қызметкер керек. Осы мәселенің төңірегінде жаңару, жаңа ұсыныс жасады деді. Ұсынысымыз осындай көп. Жаңағы сыбайлас жемқорлық болмасын деген біз жөнін айтамыз шын айтқанда. Осы жерде общественный приемный деген бар. Центр общественный доверие, сенім орталығы деген бар. Сенім орталығының принципі мынандай. Сіз мемлекет қызметкерсіз, басшысыз. Біз халықты жинайық осы жерге 50, 100, 200, 300 кісі келеді. Сол халықтың алдында сен мақтаншы. Не істедің? Соңғы осы 2 жыл болсын, 3 жыл болсын, 5 жыл болсын, білім саласы болсын, мәдениет саласы болсын, доғдырлар болсын, келіп айтыңызшы. Бәлкім біздің түсінбей жүрген жерлеріміз болар. Біздер түсіндіріп айтыңыз, мақтаныңыз. Мақтаныңыз. Сол центрға келіп осылай мақтансаңыз, біз де сауатсыз азамат емеспіз. Сіз айтыңыз, алдымызда 1-2 айда барамын сіздер. Біз общественный мониторинг жасаймыз. Сіздің жұмысыңызды. Средства массовой информации қанша шықты сізді жамандап. Последний акт ревизияң. Сосын жерде контролирующий органдар қарай қалап жатыр. Даму процесінде сізге қанша ақша бөлінді. Осы дамудың сіз кім орында отырғанын бәрін білетінімізде, біздерде сіз мақтанғаннан кейін біз айтамыз. Молодец, мынандайсың. Бірақ мынандай мәселе шешілмей отыр. Осыны қалай шешеміз? Міне диалогы былайша. Міне сенім орталығында сенім бірімізге сенетіндей дұрыстап сұхбат бар. Осы мәселені егер жаңағыдай жилье дедік, жұмыстың жағдайы, зарплатының мәселесі, осыған әр организацияда, пусть коммерческий болсын, пусть квазигосударственный, пусть мемлекеттік орган басшысы бар. Сол басшысы не үшін қойып отыр?
жаңағыны ұйымдастыру үшін, да? Екінші, сол ұжымда үй жоқ, зарплатасы низкий, баласы көп, жаңағыдай адамдар болса, оны білмей отырса, жаңағы ондай басшының бізге не керегі бар? Бәрі ол басшы жәті соны қалай жасау керек екенін үйретіп, бірге жүріп, команда болып, дұрыстап жұмыс істемейтін болса, ондай басшының не керегі бар? А оны коллективте бәрі біліп отыр. Коллективте кім қандай жұмыспен айналысып жүрген бәрі біледі. Таңертең келгеннен кейін кешке дейін бір коллективте бір су ішіп отыр сол жерде. Сондықтан оны білгендікте, значит, коллективте активен жүру. Міне мақсатымыздың жаңағы әлі де жіктер көп екен. Енді біз қазір ақпарат министрлігіменен, сосын жерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттікпенен, сосын жерде мемлекеттік қызметтік агенттіктерменен біздер меморандумдамыз. Сосын жерде әр министрлікпен, әр әкімменен де меморандум. Мәселелеріміз тағы да жетіп жатыр. Осы министрлік бізге биыл грант берді. Сол гранттың төңірегінде біздер саяси ағарту туралы, істеліп жатқан жұмыстар туралы, мемлекеттік қызметкерлердің өздерінің міндетін қалай атқарып жатырғаны туралы. Соған қоғамдық кездесу дейді. Сол қоғамдық кездесуіміз бар, лекциямыз бар. Қазір біз Алматыда өткізіп жібердік. Осы Нұр-Сұлтанда өткізіп жібердік. Шығыс Қазақстанда өткіздік. Солтүстік Қазақстанда өткіздік. Тағы қай жерде? Кеше Қостанайда өткіздік. Осы жергілікті жерлерде қарапайым халықтан керемет отклик бар біздерде. Отклик дейді. Мынау қоғамдық бірлестік 2012 жылдан бастап құрылды. 10 жылға жуық уақытта облыстарда 14 облыстың 14-інде де филиалдарыңыз бар, иә, білмеймін. Қазір 17. Иә, 3 қала, 14 облыс. Сосын кейбіреулерінде тіпті аудандардың өзінде де жаңағы филиалдарыңыз бар. Барлығы қанша филиалдарыңыз бар және олар қандай-қандай принциптар бойынша қызмет етеді, неше бағыт бойынша қандай-қандай қызметтер атқарады? 17 облыста 17 филиал бар. 3 қала, 17 облыс. Енді ол жерлерде, жергілікті жерлерде белсенді азаматтар бұрын қызмет істеген, сосын сол жердің проблемасын білетін. Соның проблеманы қай жерде қаратқызып, соны қарты шешуге бір атсалысатындай кісілер. Например, Жамбылдың филиалының директоры Төлендиев Қасымхан, естеміз. Ол сол жерде дисциплинарный комиссияның басшысы болды. Облыстың әкімінің орынбасары болды. 4 ауданда әкім болды. Сол жердің проблемасын бүгінге дейін біледі. Енді оның позициясы жаңағыдай әлгі атсалысып, мына жерде мектеп тұрғызу не емес, социальный программа проблеманы білу. Соның үшін жерде 5 мектеп керек па облысымызда, қаламызда? Или 20 мектеп керек па? Осы мәселені біздер жаңа айтып отырмыз, Алматы, Астана. Астанада қазір 86 мектеп бар. Абырақта почти 30 шақты мектеп 300-мен жұмыс істейді. Неге, например, Европа елдерінде, Скандинав елдерінде коррупция жоқ дейді? Да? Кейбір жер. Аз дейді біздерден. Они социальный вопросты алдашын 100, 200, 300 жыл шешіп алады. Мектептер алдашын тұрғызған, больницалар тұрғызған, жол деген тұрғызылған. Оларда безработныменен пособие алады. Социальный вопросы почти все шешіліп қалған. Біздер деген әлі деген 30 жылдың мемлекет қазақ елі. Демек сіздер әр өңірде
әр өңірдегі филиалда сол өңірдің бұл жерде айту керек, жаңа сіз бұл сөзіне тоқталғанда біздерде өзіміздің уставымыз бар. Сол уставтың ережесінде қалай жұмыс істеу керек. Демек аға, сіздерді мынау халық пен мемлекеттің арасындағы бір көпір деп атауға да болады, мемлекеттік бағдарламалар бар, халықтың мәселелері бар. Оны жаңағы шешуге арналған мемлекеттік бағдарламалар бар. Бірақ жаңағы бағдарламаларда әйтеуір қандай бағдарлама болмасын, белгілі бір кедергілері туындап жатады. Сіздер сол кедергілерді қалай шешу керек екенін мемлекетке айтасыздар. Сіздер халықтың қандай мәселелері бар екенін түсініп аласыздар, біліп аласыздар. Сосын сол жаңағы мәселелерді қалай шешу керек еді, қандай шешімдер қолдану керек, кімге жүгіну керек, заң тұрғысынан оған не айтылады, консультация бересіздер де, халықтың жаңағы мәселелерін бәрін жинап алып, өз орталарыңызда бір жаңағы орысша айтқанда мозговой штурм жасап, сосын сол мәселелерді шешу жолдарына бағытталған өздеріңіздің ұсыныстарыңызды әзірлеп, оны құзырлы органдарға тапсырасыздар. Солай ғой, дұрыс. Жұмыстың принципі осы. Дөп айттың. Бәрекелді. Енді 10 жылдай осындай мәселелермен айналысып келе жатсыздар. Бұл өте бір қуантатын дүние. Егерде барлығы жігі-жігімен, өзінің нормасымен, өзінің ретімен іске асып отыратын болса, бұл көптеген Қазақстан тұрғындарының бірнеше жылдар бойы жинақталған мәселелерін шешудің жолы болып есептелуі әбден мүмкін. Енді алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Алда немен айналыспақсыздар? Осы сұрақты өңірін талқыласақ. Енді біздің тұрғымыз бұлай да бұлай өзгеріп кете алмайды. Негізі сол жаңа сіздің айттыңыз ғой. Сол бір жағынан көпір дейді. Бір жағынан сол проблеманы тіпті біз шешпей-ақ қояйық. Тағы да басқа мемлекетсіз партия, басқа да қоғамдық мекемелер осындай проблеманың бүге-шігесіне дейін жетіп, соны ұсыныс жасап бірге шешіп отырса, біз қол шапалақтаймыз. Енді жаңа бірінші бастаған сөзіміз бар, осы бағытымызбен біздер жүре береміз. Әр мектептегі оқып жүрген балада компьютер бар, ноутбук бар даже. Осыдан 10 жыл бұрын ондай мәселе болған жоқ. Значит, біз сана сезімге бір ықпал жасаған сияқтымыз. Жақсылыққа. Енді осыдан 10 жылда 30 жасқа дейінгі, я болмаса 35 жасқа дейінгі азаматтардың бәрі үйлі болатын болса, біз де қуанымыз. Осы шаңырақ, ол бірінші шаңырақ болып кетуі мүмкін. Қазақ елінің дамытуға деген сияқты. Ал енді мынау бизнес дейміз, мынау біз негізі нарықты мемлекетпіз ғой. Нарықты дейді. Нарықты деп сөзі біздер басында айылдық. Біздің оның алдында социалистік мемлекет. Социалистік мемлекеттің тұрғысында барлық байлығымыздың жеке меншіктігі бәрі осы халыққа бірден. Нарықтық болғаннан кейін біз уже басқаша дами бастады. Бұл нарықтық деген капитализм деген сөз. Капиталистік мемлекеттің мен көп жыл прокурор болғандықтан біздерде бұрын алып сатарлыққа деген көп көңіл бөлетін еді. Негізі капитализмнің системасының өзі асаны алып сатар. Жақсы деп, мен костюмді алдым, например, 100 теңгеге. Мен миллионға сатам. Мен прав алдым. Бірақ та осы нарықтықта келіп біздер деген нанға, тұзға, шекерге первая необходимости 19 осыны регулировать етіп, дұрыстап ұстай алмай отырған кейбір біздің мемлекеттік органдарға күйзеліс бар. Например, кеше мемлекеттік органдардың жалақысын көбейтсе 2 рет та, базарда 2 рет солай көтеріледі. Одан да көп көтеріледі.
осыны жіктейтін жаңағыдай біз айтып отырсыз алдыңызда қандай мақсаттарыңыз бар деп. Алдымызда осындай мемлекеттік органдар деген соны реально жұмыс істелінсе. Сол халық үшін деген сияқты, оны деген мына, например. Тек қана осы Астананы алып көрейік, Нұр-Сұлтан қаласы. 4 аудан бар. А 4 ауданда өзінің бюджеті жоқ. Оның маслихаты жоқ. Ал онда, например, каждый ауданда 300 мың халық бар. Қорғалжын 30 мың халқы бар. Оның депутаты бар, маслихаты бар, гараносы бар, бәрі де бар. А мынандай қалада, значит, планирование, управленческая система әлі екі аяғында дұрыс тұрған жоқ. Осындай мәселелер деген енді бір күндің ішінде шешіліп кететін болмас. Но дегенменен жаңағыдай бір керемет сауатты анализбенен дұрыс берілетін болса, тары қарта жаңа тек қана мен жұмыс істеп жатқан жоқпын, қаланың өзінде осы біздің 80 белсендіміз бар. Олар жастар емес көп. Өте өзінің сферасын бүге-шүгесіне дейін білетін кісілер. Кейде біздер де әлі недара отырайын. Осындай мәселелер дұрыстап көтеріп жеткізе білуіміз керек. Ол тек қана біздің жаңарудың принципі емес, қазір бұл деген азаматтың принципі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы біздің халық. Біз жалғыз емеспіз. Мемлекетте қарсы. Но бірақ та соны алдайтын, сыбайлас жемқорлыққа баратын азаматтар бар. Яғни очень грамотный. Өте сауатты, оны ыңғайын мақтап тауып, тымтауыр табыс табатын жігіттер. Қиыннан қиыстырып жасау. Осындай мәселеде біздер деген одан да сауатты болуымыз керек. Осындай жібермеу үшін мықты қоғамдық бақылау болу керек. Мемлекеттік бақылау болу керек. Мемлекет тәртіп болу керек. Сосын жерде жаңа құқық қорғау органдары осы мәселені тұғырын деген жақсы ұстау керек. Осындай деп болашағымызды осындай көргіміз келеді. Бәрекелді. Бұйыртсын, осындай Қазақстанды көруге жасын. Келесі сұрақ қойсақ, мынау үкіметтік емес ұйымдар арасында жыл сайын ақпарат және қоғамдық даму министрлігінен жалпы одан басқа да көптеген мемлекет тарапынан сыйлықақылар тағайындалады, гранттар тағайындалады, премиялар беріледі, әйтеуір мемлекет тарапынан бір қолдау бар. Осылардан басқа да біз білмейтін мемлекет тарапынан қандай қолдаулар аласыздар, қандай қолдау білдірілсе дейсіздер, қандай қолдау жетіспейді, қандай қолдау бар? Бірінші президенттің идеясымен, соңғы президенттің идеясымен қазір ақпарат министрлігі бар. Ақпарат министрлігі, сосын жерде қоғамдық мекемелерді қолдау министрлігі. Бұл мәселе соңғы осы 12 жылдан басталып тұр. Негізі бірінші атсалысқан жігіттердің біреуімін мен. Солардың положениесін бірге жаздық, неттік дегенше. Но негізі біздің кейбір идеяларымыз, ұсыныстарымыз алынбаған. Қоғамдық жұмыста қазір грант деген бар. Гранттың мәселесін конкурс сияқты жасап жүр. Сол грантқа, например, мен сыбайлас жемқорлыққа грант бөлінді дейік. Қазір 20 организация заявка берсе, мен де қатысам, мен де алғым келеді. Соң біреу алады. Қалған 19. 19-ы құр қалады. Сосын жерде ол деген қарсы жұмыс дейді. Пендеміз ғой. Ана жерден бірде тиын тебен алады деген сияқты, сосын жерде анау алып жатыр, мен ала алмаймын, неге деген сияқты. Негізі жаңа осы положениесінде негізі грант дегесін жерде жаңа 19-20 болатын болсақ, сыбайлас жемқорлық. Бәрін ұйымдастырып, бәрі бірге жұмыс істеуге қабілет жасау керек. Осындай. Оны бөліп жарып, әлгі біреу миллион, 10 миллион алып, біреу 1 миллион емес,
кім жақсы жұмыс істеп жатыр, пожалуйста, келді, тапсыр, отчетыңды. Сосын жерде ал. Осындай расходым болды деп. Бұл деген әлгі коммерциялық мекеме емес. Соңғы сұрақ болсын, қояйын, соны қысқа қайырайық. Жемқорлық жоқтың қасындағы әр тұрғынның өзінің жеке баспанасы бар, жалақысы жақсы, бәрі бақытты, шетелде елдің жаңағы 90% шетел көрген Қазақстан қанша уақытта қалыптаса алады? Енді мынау керемет сұрақ негізі. Байқап қарасаңыз, осы соңғы 30 жылда біздер деген тым тәуір дамып кеттік қой. Біз сыбайлас жемқорлыққа қазір 3 кісінің бас қосып сыбайлас жемқорлық туралы айтып. Ән жер тұрдап жатыр, мында айтып жатыр, мына жастарға жол бермей жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Тіпті біз президентке дейін критиковать етеміз қазір деген. Плюрализм деген керемет. Но даму процесі керемет. Сен қазақ елін осындай кезге осындай жағдайға жеткенін қай кезде көрдің? Сравнить етіп көріңдер. Абылай хан қазын, Қасым хан болсын, Жәңгір болсын, қай бұндай даму процесі, может быть, мировой сообщество дамыған болар, бірақ та кен. Біздің алдымызда жаңа сіз айтып тұрсыз, біз терезесі тең ел қандай боламыз, қашан боламыз? Конечно, біз терезесі тең елді, осындай бағытымыз бар. Бірінші президенттің де, қазір президенттің де, өші бәріміздің де стремлениеміз, 2000-нен кембіз деген сияқты. 50 болайық, 30 болайық деген сияқты. Бірақ та естественный процесс, естественный процесс. Біз Европаны, Американы қуып жетіп бас қосып кетеміз деген дұрыс болмайды. Бұл Алланың берген әлгі әркімнің тағдыры бар ғой. Сонымен кәдім талпыныс болу керек. Талпыныс болу. Оны ертедегі біздің азаматтарды айтқан ғой. Мен сенемін жастарға деп. Алаш туын аспанға көтереді бір таңға. Онда тәуелсіздік керек болды. Енді тәуелсіздікті алғаннан кейін біздің өзіміздің внутренний экономика на что мы способны? Біз қабілеттіміз бар. Әр адамның басында осы мәселе болу керек. Тек өз семьясынан бастап, өз еліне қалай қызмет етіп, ары-қарата жүргізу туралы. И оны ұйымдастыру мәселесі, конечно, үлкен мәселе. Оған бізге шалатын мемлекеттерде жетеді. Мынауымызда Россия, мынауымызда Қытай деген сияқты. Бұл деген үлкен мемлекеттер, кейбір кездерде біздердің экономикамыздан 10 шақты есе асып кетеді. Және технологический процесі де мықты. Осыған конкурентоспособный жастар керек. Бір қазақта сөз бар. Ашыққанмен құныққан жаман. От құнығы тоқтату керек. Осы мәселенің төңірегінде барлық мемлекеттік емес азаматтылық неткені қанағат деген сөз жақсы. Бұл жерде енді стремление де болу керек. Құнығып бір деген өзін құныққан деген қанға құнығады. Жақсы нәрсе емес. Осы мәселені тоқтатсақ, біз тым тәуір жерге барып қаламыз әлі.